Longreach компаниясының маркетинг жоспары. Longreach ұзақ байлық деген мағынаны береді. Рынокта 1986 жылдан бері 40 жыл жұмыс жасап тұрған компания 2006 жылдан бері 20 жыл сеть саласында жұмыс жасап жатыр. Америка, Европа, Сингапур, Южная Корея, Африка сынды 60-тан астам мемлекетте жұмыс істеп жатыр. 2000-нан астам өнімі бар. Косметика, мыломойка, БАДы, ыдыстар, лечебный кроссовки сынды өнімдері бар. Компания өзі өндіреді, өзі зерттейді, шикізатты өзі өсіреді, өздері құяды құтысынан. Заводтары бірыңғай автоматтандырылған, яғни автоматтар жұмыс жасайды. Енді маркетинг жоспарына келетін болсақ, накопительная, яғни жинақталмалы классика. Бірінші Diamond 15500 теңгеге. 15500 теңгеге келген адам бірінші Diamond статусында болады. Келесі статустарда ақшамен тіркелуге болады, немесе жаңағы команда арқылы көтерілуге болады. Бұл жерде кез келген суммаға тіркелген адам 5000 теңгеден бастап 50%, 60% және 70% скидкаға ие болады. Содан кейін сіздер мысалы біріңіз алдыңызда 15500 теңгеге тіркелдіңіз, сізде 15% реферальный бонусыңыз бар. Содан кейін 5 адамды жаңағы тіркедіңіз 15500-ге, сіз уже автоматом 19%-ға көтерілесіз. Мына жерде 15% дедіңіз ғой, 5 адамды тіркегеннен кейін 19%-ға көтеріліп тұрсыз. Ары қарай оларды өсіріп, товарооборот көбейген сайын сіздің статусыңыз көтеріле береді. Не болмаса ақшамен, мысалы 5000-ға тіркелген адам 10500 теңге төлеп 15500-ге көтерілуге болады. 15500-ге тіркелген адам үстіндегі 55500-ді қосып 71000-ға пакетті көтеріп алуға болады. Немесе мынау 4 Diamondқа дейін ақшамен көтерілуге болады. 4 Diamondқа дейін. Ары қарай 5-ші Diamondтан бастап строго товар айналымымен көтерілеміз. Енді қараңыздар, 4 Diamondты тоже товар айналымымен жасауға болады. Сіз күллі командаңызбен 1,630,000 товарооборот жасайтын болсаңыз, сіз автоматтан 4 Diamondты жабасыз. Көрдіңіз бе, сондықтан статус шабу үшін, немесе пакет көтеру үшін ақша сала берудің қажеті жоқ. Бір ғана 15500-мен тіркеліп, ары қарай командамен жұмыс жасау арқылы сіз не істей аласыз? Пакеттерді де көтеріп, статусыңызды да көтеріп жұмыс жасай аласыз. Енді бонустарға келейік. Реферальный бонус. Реферальный бонус сіздің мынау тұрған пакетіңізге байланысты, яғни даймондыңызға байланысты. Чека 7-ші глубинаға дейін төленеді. Чека-чеканы түсініп отырсыздар ғой. Сіз шақырған адам табыс тауып жатса, сіз одан табыс аласыз. Оның шақырып жатқан адамы табыс табатын болса, одан да сізге де, оған да төленеді. Оның шақырған адам табыс табса, оған да сізге де бәріне төленеді. Сөйтіп, 7-ші глубинаға дейін сіз чека-чека алып жатасыз. Одан кейін рефералка от реферальки деген бар. Реферальный бонус бұл жерде шексіз төленеді.